Құрметті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Құбыжық кемпір. Ауылдың бала-шағасы осы бір кемпірді көрсе, қаша жөнелетін. Көбінесе онымен оңаша кездесуден қорқатын. Тек үлкен ата-әжелеріміз онымен жылы әңгімелесіп, үйге шай ішуге шақыратын. Біз болсақ, сол күні үйге жоламай, кеш батқанша балалармен ойынның түбін түсіруші едік. Арасында ұсақ балаларды үй жақты барлап келуге жібереміз. Ондағы ойымыз, құбыжық кемпір кетті ме, әлі шайды сораптап отыр ма екен деген ой. Содан ойнап сілеміз қатқаны сонша, шаршағаннан тамақ ішуге де шамамыз келмей қисая кететін едік. Кейде түсімізге сол құбыжық кемпір кіріп, шошып оянатынбыз. Түнімен сандырақтап шығатынбыз. Әжеміз бисмилласын айтып, өзі білетін дұғаларды оқып бәйек болатын. Кемпір бірде түсімізге мыстан жалмауыз болып кіріп, қылғындырып жататын. Бірде аспанға құс болып ұшып кетсе, бірде ауылдың балаларын тырқырата қуып жүруші еді. Қайран балалық, адамның түрінде емес, жүрегінде жататын сұлулықты білмеппіз-ау. Ауылдағы жиын той, шілдеқана, құдалық сияқты мерекені құр жібермейміз. Әжеміз бен атамызға еріп барып, екі қалтамызды томпайтып шығамыз. Бірінші баратын үйімізге барлау жасаймыз. Әлгі құбыжық кемпір бар ма? Бар болса, алыстан қашамыз. Алтын берсе де жоламаймыз, қорқамыз. Бәпіс келе жатыр десе, сай-саламен қашамыз. Ол кезде аттылы адамға жеткізбейміз. Сол кемпірімен әңгіме құрып шүйкелесіп отырған ата-әжемізге таң қала қараймыз. Ол кемпір ауылдың бас жағындағы Оспан атаның үйінде тұратын. Оспан атам үйін Бәтима апа қандай батыр осындай құбыжық кемпірімен тұрып жатқан деп ойлап қоямыз. Ең бір қиналатын нәрсе, осы ауылдың дүкені тура Оспан атамыздың үйінің жанында-ау. Ата-әжеміз пенсия алғанда бір байып қаламыз. Қолымызға қарға түсіп, маңғаздана жүреміз. Сондағы кереметі бір сом, ол кезде дүниенің ақшасы 13 түк мишка косолапый, немесе гірляж шоколады, тағы басқа да галстук, дәптер секілді ұсақ түйек молынан жетеді. Ал гәптің бәрі сол дүкенге бару еді. Енді оның да жолын таптық. Ауылдың жанындағы дүкенге жақын ағып жатқан плотина бар. Кезінде егін суару үшін қазылған. Ең жақсы жол сол. Сумен жүзіп барып, дүкенге зып беріп кіріп, керек затыңды алып, сумен жүзіп кету. Сатып алған кәмпит, пішінәң су болып қалмас үшін басыңа төбе түскен пластмасса шелекті киіп, затыңды салып, арғы жаққа өту. Сатушы Зекен біздің су болған түрімізге қарап, шек-сесі қата күлетін. Әй, сендер судан шыққан сушілік боп не істеп жүрсіңдер? Деп қойып, шотын алай-бұлай сатырлата соғып есептей бастайтын. Ересек балалардың біреуі айтқан, байқаңдар, Зекен апайдың ақша жейтін әдеті бар. Жеп қоймасын, есептеп тұрыңдар деп. Бізде ондай құдірет қайдан болсын. Көбейту кестесін есте сақтай алмай жүргенде, бергенін алып зытатынбыз. Сонда атаман ұлдар, ойбай, мынау оңдырмай жеп қойыпты ғой, 10 тиын, 5 тиын жеп қойыпты деп, өздерінше математик бола қалатын. Алған кәмпиттеріміздің жартысын сол атамандар жеп алушы еді. Жыласақ, басың таз болады дейді тағы. Кім таз боп жүргісі келеді дейсің? Беті аулақ, жей берсін. Бұрын бәпіспен кездеспей дүкенге барып келгенімізді ерлік санайтынбыз. Қайраннан қала балалық шақ сол. Ауылға ол кезде әртістер жей келеді, концерт қояды. Бүкіл ауыл сол клубқа қарай ағылады. Балалардың қаупі осы, концертке бәпісте келіп қалады-ау деген ой. Я, бәпіс киноконцерттен қалмайтын. Ол кіріп келгенде шулап отырған бала-шаға жым бола қалатын. Біздің ауылдың милициясы осы бәпіс сияқты.
Тіпті ішіп келіп даурып отырғандарда сап тиылатын. Бұл не деген құдірет? Осы құбыжық кемпірден қорқа ма әлде сыйлай ма? Қойшы, бүкіл ауылдың қожасы осы құбыжық кемпір бәпіс сияқты. Әртістер мұңлы өлең айтқанда бәпіс ағыл-тегіл жылап отыратын. Не қайғысы бар екен? Өзіне мәлім. Біз болсақ, бұл да жылайды екен ау деп таң қаламыз. Бір күні атам мен әжем көрші ауылға құдалыққа кеткен. Үйде жалғыз қалудан қорқып, қасыма ағамның баласын сұрап әкелгем. Бір кезде дүреткен машина даусы естілген. Құдалыққа кеткен атам мен әжем келді деген оймен есіктің күршегін ашып қалмасын бар ма? Сонда көргенім бәпістің сәңкиген пұшық танауы мен жырым-жырым еріні. Көздері қарақаттай мөлдіреп тұр. Шошып дірілдеп кеттім. Бауырым зып беріп төсектің астына қойып кетті. Менің қорқып кеткен түрімді көріп бәпіс, қорықпа, құлыным, мен де адаммын ғой, сендерге тиіспеймін деген. Басым зың-зың етеді. Мына құбыжық біздің үйге әдейі келіп тұр, ата әжемнің жоқ екенін деп қоям. Бір кезде ол шығып бара жатып, есігіңді іліп ал, деді. Мен орнымнан қозғала алмай қалшиып қатып қалғам. Кеше қарай ата әжем құдалықтан артынып-тартынып жетті-ау әйтеуір. Бауырым төсектің астында қара терге малшынып пысылдап ұйықтап қалыпты. Олардың әкелген сарқытына да зауқым соқпай отырғанымды байқап, әжем, балам саған не болды? Ауырып қалғаннан саусың ба деп, тағы бисмилласын айтып, батып бара жатқан күнге қарап, ұшықтап бәйек болуда. Ертеңінде оянсам, ағамның ұлы сарқытты соғып отырып үйге бәпістің келгенін, өзінің қорыққаннан төсек астына кіріп кеткенін айтып мәз боп отыр екен. Уа заман-ай, Айкүміс деген бір ауылдың ең көрікті сұлу еді-ау. Сұлулығына бұл маңда ешкім тең келмейтін. Біреудің жалғыз қызы, ауылдың еркесі, еркек біткеннің қол жетпес арман етін. Бұрымы жер сызған, бұндай сұлуға талайлар ғашық болатын. Әкесі жалғыз қызын ерекше жақсы көретін. Анасы екеуі жанын беруге даяр еді. Тағдырының осындай аянышты боларын қайран әке-шешесі сезді ме екен сол кезде. Беу жалған дүние-ай, қазақтың басынан өткен сол зұлмат бұл отбасында айналып өтпеді. Ол кезде колхоздастыру, аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деп ұрандатты. Елдің мал жанын ортаға салды. Оған көнбегендерді халық жауы деп айдатып жіберді. Көзін құртты. Шолақ белсенділер елге күн көрсетуден қалды. Сенің бабаң бай болған, совет өкіметіне жау болған деп мұқатумен болды. Сол кезде ауылға ерекше бір отряд келді. Мақсаты қазақтардың көзін жою екенін сонда қайдан білсін. Халықты аурудан сақтайтын екпе егеміз деді. Әр жерден кигіз үйлер құрылып, Красный Крест өз жұмысына кірісіп кетті. Қайран аңқау халқым, бұның сайқал саясаттың қазаққа әкелген зұлматы екенін тағы да білмеді-ау. Ол кез Айкүмістің 17 жастағы кезі. Ақша қардай беті, қою қара жер сызған мақпал шашы, қарақаттай қара көзімен найзағайдай қою көрпектері көрген жанды ғашық қылып естен тандыратындай еді. Ауыл жігіттердің бәрі осы Айкүмістен дәмелетін. Ерке сұлу қыз өте алғыр, зерек болып өсіп келе жатқан. Осы Айкүміске шолақ белсенді Қойшыбайында ынтық болғаны. Бірақ оның қатын баласы бар. Жасы 50-ден асып 60-қа қарай кеткен кезі. Өмірі тұқымы жармаған Қойшыбай сұлу қызды торына түсіріп, құмарын қандыруды көптен армандап жүрген кез еді. Талай азаматты айдатып, бала шағасын қаңғытып жіберген Қойшыбайды ел иттің етінен жек көретін. Оған қарғыс айтып отыратын. Айкүмісті тоқал қылып алам дейін десе,
Совет одағының многоженство деген заңынан қорқады. Содан дымы құрып жүрген кезі. Оңашада ойын білдірсе қайтер екен деп Айкүмістің тамырын басып көріп еді. Сұлу да асау қыз тіпті маңына жолатар емес. Ұялсаңызшы, менің әкемдей адамсыз, сүйген жігітім бар, есіңізді жиыңыз деп бірден бетіне айтты. Арам ойын іске асыра алмаған Қойшыбай бір қулық істі ойлап жоспарлай бастады. Өткенде қаладан келген уәкіл мас болып отырып, барлық сұмдықтың бетін ашқан. Мына екпе адамды ауруға душар ететін екпе. Оны аңғал қазақ қайдан білсін, ертең шетінен ауру болып шіріп өледі. Жоғарғы жақтан құпия тапсырма берілді. Жастарды, әсіресе жасы 40-қа келгенге дейінгі жастарға салынатын екпе бұл. Ал аңқау халық болса, бұл екпе аурудан алып қалатын екпе деп қуанып жүр деп қарқ-қарқ күлген. Осы сөзді жадына түйіп алған Арам Қойшыбай Айкүмістен кек алудың жолына мықтап көшті. Әр ауылдан адамдарды тізімдеп қойыңдар, даярлаңдар деген деді өткенде келген уәкіл. Әббәлем, сұлуым, сенің әуселеңді көріп алайын. Ана ғашығыңды да дізіп қоямын дізімге деп мырс-мырс күлген. Бұдан бейхабар Айкүміс болса, ғашығы Ахметпен кездесіп, болашақтарын армандаудан жалықпайтын. Ахмет айтушы еді, қызымыз болса, сендей сұлу болсын, жаным. Ұлымыз болса, еліне жанашыр, адал азамат болсын деп екеуі сырласушы еді. Бұның бәрін Қойшыбайдың жендеттері аңдып, торуылдап оған жеткізіп отыратын. Көрермін, түрің албастай болғанда ғашығыңның сарнағанын деп екеуін де тізімге тіркетіп қойған. Осы Дәкен деген кемпір Қойшыбайға мүлдем ұнамайды. Дәкен Қойшыбайды көргенде қабағын түйіп кектене қарайтындай. Бірде екпе жасаушыларға Дәкенге де салдырмақшы болып тізімге жазылмақшы болып еді. Ондағы екпе салушылар: «Зачем? Она сама сдохнет и недолго осталось жить» деген. Сөйтіп екпе салушылар өз істерін бітіріп, ауылды артқа тастап кете барған. 2-3 ай өткен соң екпенің зардабы біліне бастады. Адамдардың үстін сулы жаралар басып, ақыл есінен айырылып, жерге домалаумен болды. Бұны көзімен көрген Айкүмістің әкесі мен анасы жалғызының қиналғанын көріп, жүректері шыдамай дүние салды. Ауылдың адамдары оларды ескі құрымға апарып жерлеген. Айкүміс болса, денесі күйіп жанып, ақыл ессіз қанша жатқанын білмейді. Бар білгені бетінің дуылда бөртеніп бара жатқаны, ауа жетпей тұншыға береді. Ахмет басым деумен болды. Сөйтіп жатып, қайран Ахмет те жан тәсілім етті. Көрші Дәкен кемпір ғана қамқоршы боп қалды Айкүміске. Аузына су тамызып, білетін дұғасын оқып, Дәкен кемпір көз ілмеді. Құдайдан рақым тіледі. Уа жаратқан ем, мына бейбағыңды сақтай көрші. Әлі жас қой, бір жақсылығыңды аямашы деумен болды. Саған жан керек болса, менің жанымды алшы деді. Сөйтіп, Айкүміс аурудан азап шекті. 2 айдан соң есін жиған Айкүміс Дәкен кемпірден әкесі мен анасының жігітті Ахметтің о дүниелік болғанын естіп, үнсіз егілді. Мына өмірге, заманға, адамдарға қарғыс айтты. Айкүмістің бұрынғы сұлу келбетінен ештеңе қалмаған. Мұрны үңірейіп, көзі жыртайып, ерні жырылып, денесі қож-қож тыртық басқан.
Бірде өзенге шомылуға барғанда су бетіндегі келбетін көріп талып қалды. Оған сұлу қыз емес, мұрны пұшық, беті тыртық-тыртық құбыжық қарап тұр еді. Өзен жағасында көк шөпте жатып ұзақ жылады. Ішіндегі шер мұңын тарқатып жылады. Үйге келіп, жер сызған қос бұрымын пышақпен кесіп, ошақтағы отқа сала салды. Менің сорыма берілген сұлулық не керек деп іштей өксумен болды. Бірде Айкүмісті кездестірген Қойшыбай, сұлу қыз, есенсің бе деп мырс-мырс күліп кекете қарады. Айкүміс естімегендей тұра берді. Қойшыбайдың түрі өзгеріп кетті. Қыздың адам танымастай кейпін көргенде шошып кетіп, тез жөніне жөнелді. Кейіннен жазықсыз адамдардың қарғысына ұшырағаны болар. Жынданып кетіп, қаңғып өліпті деп жүр ел. Итке ит өлім дегенде осау. Дәкен кемпір болса, 100-ден асып көз жұмған. Айкүміс сонда өзінің жалғыздығын нақ сезініп еді. Кейіннен колхоз болып ұйымдасқан кезде елдің ортасында туған жерінде өмір сүріп, нағашағасы Оспанды тапқан. Қазір сол Оспанның қолында тұрып жатыр. Ағасының отбасымен бірігіп өмір сүрді. Өзінің жалғыз емес екеніне шүкіршілік етті. Қыздан осының бәрін естіген соң, біз енді бәпісті құбыжық кемпір деуді қойдық. Көшеде көрсек, амандасып өтуге тырысамыз. Ол да бізге құлындарым, бақытты болыңдар, көп жасаңдар, өркендерің өссін деп батасын беріп жататын. Міне, өмірден талай теперіш көрсе де, қайраты мұқалмаған Айкүміс, сенің жаның сондай сұлу, таза екен-ау. Адам жанының сұлулығы жүректе екен-ау. Жатқан жерің жарық болсын, Айкүміс апа. Қаны таза қазақ арасында мерез өкпе ауруларын тудыратын екпе салып, ұлтты жою сұрқия саясатының сен де бір құрбаны болып кеттің-ау.